Сәлем достар, бүгін мен сіздермен пекинский капустаны қалай тұздау керектігін бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де өте оңай, қарапайым тәсілмен. Алдымен пекинский капустамызды алып, жақсылап жуып, тазалап алатын боламыз. Майда бөлшектерін тастап жібермеңіздер. Сынып қалған жерлерін оларды да қосып тұздаса болады. Жақсылап жуып болғанымыздан кейін капустамызды төртке бөліп алатын боламыз. Төмен жағыны пышақпен бөлсеңіздер, өзі бөлінетін болады. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза кетіңіздер, міндетті түрде жауап беремін. Барлығын осылай бөліп болғаннан кейін, енді шұңғыл ыдысымызға орналастыратын боламыз. Арасына тұз себе отырып, көп мөлшерде емес, аз мөлшерде емес, орташа себіңіздер. Ет тұздағандай етіп, араларына кіргізіп, барлығын тұздап шығамыз. Шұңғыл ыдысымызға орналастырамыз. Дәл видеодағыдай етіп. Тұздап болғанымыздан кейін 1 литрлік банкаға 4 ас қасықта тұз салатын боламыз. Және де оны жақсылап араластырып, құйып шығамыз үстінен. Егер суға батпаса, тағы да 1 литрлік банкамызға тағы да 4 ас қасықтан тұз салып, су құйып, үстінен құятын боламыз. Капустамыз батқанша үстінен ауыр затпен басып қоятын боламыз. Бастырып, мен орта легенді қойып, үстінен 1 банкаға су құйып, 2 литрлік банкаға су құйып, бастырып қойдым. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты қалай бастырсаңыздар да, үйде бар затты қойып, бастырып қоюыңыз керек. 1-2 күн тұрғаннан кейін егер сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза кетіңіздер, міндетті түрде жауап беретін боламын. Мен тек қана қолжетімді заттардан дайындап көрсетіп жатырмын. Бұның түрлі тәсілдері бар дайындаудың. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Кез келген тағаммен үйлесетін салаттың бір түрі. Осылай үстінен бастырып қоямыз. Міне 2 күннен кейін көріп тұрғандарыңыздай судан алдым. Енді тағы да салқын суға бір жуып алатын боламыз. Барлығын салып. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Рецептерім ұнаса тіркеліп кетіңіздер міндетті түрде. Және де сіздердің ойларыңыз мен үшін өте маңызды. Барлығыңызға жауап беретін боламын. Мені қолдап, тіркеліп, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецептер салатын боламын. Ал енді жуып болғанымыздан кейін ащы соусты арасына сүртіп шығатын боламыз. Осылай менде дин-дин деген ащы аджига көріп тұрғандарыңыздай соны сүртіп шықтым. Егер де бұндайын таппасаңыздар, кәдімгі ащы қыздармен
бұрышты, қызыл бұрышты және де сарымсақты блендер арқылы жақсылап майдалап езіп алып сүрсеңіздер болады. Қалауларыңызға байланысты укроп немесе петрушка қосып сүрсеңіздер де болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты дайындай бересіздер. Капуста тұстаудың әдістері өте көп. Солардан бірін ғана көрсеттім. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дайындап көргеннен кейін комментарияға ойларыңызды жазып кетіңіздер, қандай болғанını. Сүртіп болғанымыздан кейін осылай шұңғыл ыдысқа салып, қақпағын жауып, холодильникте немесе салқын жерде сақтайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыз мінекей дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Рецептерім ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Барлық тағаммен үйлесетін салаттың бір түрі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.